Абулхаир Арсынгалиев, Саратов облысында Ровенский ауданында туып өскен қазағымыз. Саратов қазақтардың арасында танымал адам. 2018 жылы Қазақстан Республикасы Астана қаласына көшіп келген. Сарыағаш қаласында да тұрған. 2019 жылы мен онымен бірге видео түсірген едім. Сол видео туралы Тенгриньюз жазған. Және де видео 252 қаралым жинаған болатын. Песни наши тихие и полны добра. О любви и мире говорит Думбра. Время остудило боевой наш дух. Про былую славу не говорим мы вслух. Обескровлен, оскорблен и расколот, по земле разбросан мой родной народ. Но не может жить спокойно воин, ярмо рабов его гнетет. Мне больно видеть, как былую славу рвут на части все, кому не лень. И каждый рвет кусок себе побольше, а мы молчим и соглашаемся со всем. Так Чингисхан для всех вдруг стал монголом, татары вдруг завоеватели Руси, а русские потомками сарматов, а мы молчим и мы спокойно спим. Сыны степей, которых звали скифы, мы гунны, что терзали Рим. Назвали нас монгол-татары, когда мы Русь сожгли и на Европу шли. Киргиз-кайсаки мы для русских стали, когда французов били при Бородино, как гнали их до самого Парижа, пока в тылу плелись российские полки. В момент тяжелый для советов, когда фашист прошел уж полстраны, сражались на передовой, рубились наши деды и жизни не жалели в бою сыны степи. Враг был разбит, в стране настал покой, и стали позабыты герои той войны. Их всех не вспомнить, ведь были миллионы, таких как генерал Рахимов и Бауржан Мамашалла. Теперь уж не дрожат от страха все те, кто нам платили дань и откупались дочерьми своими, лишь только в жизни родину спасти. Казак не страшен стал для европейцев, ведь в джинсах итальянских мы уж не сыны степи. Обида, стыд и ярость разрывают печень. Казак, очнись, на жизнь свою взгляни. Казахи, уходя в поход, берут с собой пучок душистого жусана, чтоб помнить аромат земли родной в набегах на чужие страны. Теперь мужчины ходят по бутикам и пахнут словно женщины они. Им волосы стригут теперь стилисты, им смерть страшна, и сладок этот мир. Родина, народ, щемящий болью в сердце много лет живет. Живет, растет и не дает покоя, переживая лежа, сидя, стоя. И мысли льются по листу, а строки превращаются в стрелу. Спущу стрелу, она достигнет цели. И вспомним мы, как покоряли мир, ведь мы казахи, а я из рода Береш. Зовут меня Абулхаир. Сен естіген шығарсың, көрермендерге де айтып қояйын, бізде бір сондай біздің облысымызда сондай ұлт тұрады да, күрттер деген. Олар осы жақтан көшіп келген шығар, білмеймін. 2005-те бір сондай хабар келді, күрттер қазақты өлтіріп тастаған. Содан кейін 2012-де тағы бір сондай хабар келді, сол күрттер көп адам, бір адамды аяқпен теуіп тастаған, өлтіріп тастаған. Сондай хабарлар келетін еді. Сосын ол 2020-да дәл солай хабар келді. Тек өлтірмеді, 4 қазақ балдарды теуіп тастап, машинанды қиратып тастап, сондай хабар келді. Бізде менің 2 ағам бар. Біз Сарытау облысында сондай фестиваль, қазақтың салт дәстүрдің фестивальдарын өткізетін едік. Сол үшін бізді Сарытаудың қазақтары көбісі бізді танитын еді. Сол конфликт болғанда маған звондайды, сол ауданнан, конфликт болған ауданда, аннан жігіттер звондайды, маған айтады, сендер келмесеңіздер, ешкім жиналмайды деп. Сол үшін мен бардым. Анда 150 адам жиналып қалды. Сол бір ауылға бардық, анда кілең күрттер тұрады. Солармен сол бір төбелес болып қалған, анда полиция да келіп қалған. Сол осылай болып қалды. Сосын бір жыл өткесін, таңертең маған сол біреу есіктен қағып жатыр. Есікті ашсам, сол спецназ келіп қалды. Спецназ мені алып кетті, сосын сот басталып кетіпті. 4 ай сол процесс жүрді. Сосын приговор 2 жыл условный маған берді. Мен сол шықпайтын болдым облыстан.
сол срок өткеннен кейін Қазақстанға тағы сол көшіп кетіптім. И сразу Алматыға келдім. Алдында мен Астанада бір жыл тұрдым, содан кейін Сарыағашта, енді Алматыға уже келіп қалдым. Сол Алматыға мен келгесін сразу Алматыға келдім. Бір бауырым бар мұнда, Абдылхайыр деген жігіт мені қарсы алған. Соның үйінде бір апта тұрдық отбасымен. Менде 4 балам бар. Сол 4 баламен, әйелмен біз бір апта сол Абдылхайырдың үйінде тұрдық. Сол Абдылхайыр бауырымыз көп сондай да көмек көрсеткен. Сосын мындағы Алматының адамдары естігесін Ресейден қандастар көшіп келген деп бізді қонаққа шақырған, Аюсай емес, қалай, Алмарасанға апарды бізді. Сол Алмарасанда, сол этно ауылдарда қонақ болдық. Сол Алматының тұрғындары ғой, бізді шақырған. Солармен әңгімеден әңгіме, олар сұрайды да, бізден қандай көмек деп. Мен айтам, көмек болғанда мен қазір сол пәтер іздеп жүрмін. И сол адамдардың арасында Мәке деген жігіт, кісі Мадияр. Сол айтады да, менің бір пәтерім бар, бос тұр дейді, 3 жыл бос тұр. Сол пәтерге жайғасыңдар деп айтты. Сол пәтерге бардық, пәтер бізге ұнады, 2 бөлмелі, жап-жаңа ремонт. Қанша сұрасам, ол айтады, жоқ, ол тегін дейді, Алла тағаланы ризалық үшін тұра беріңдер. Қанша керек, сонша тұра беріңдер деді. Сол бір жылдан астам мен сол пәтерде тұрдым, еш бір теңге төлемедім оған. Сол үшін айтам да, Қазақстан қазақтарына өте көп ризамын, көп рахмет. Сонда қанша маған адамдар көмектескен, сосын қонаққа шақырған, сондай да. Сол ана видеодан кейін менде 150 подписчик болған ғой. Сол ана видеоны түсіргеннен кейін менде 1,5 мың подписчик болып қалған. Солардың арасында сол Абдылхайыр бауырым, сосын Садық деген досым, солар мені қонаққа шақырып, қонақ қылып, соларға өте ризамын. Сол видеодан кейін менде подписчиктер, достар да көп болып қалған. Сол қысқаша осылай. Сізге көп адам жазды, көп адамдар жазды. Сол Инстаграмға кіріп, сосын қалай, бұлай да бір Алматы аренада бір жарыс өткізді. Сол жарысқа мен сол ММА дейді. Соған көруге бардым мен. И қарасам, менде Инстаграмда жазылып тұр да, мен сізді көріп қалдым деп. Мен кімсіз сұрасам, мен Волгоградтан көшіп келген қазақпын деп бір қыз жазады. Мен сізді көріп қалдым, бірақ ұялдым сізге келіп амандасуға. Сол жарыста? Сол жарыстағы қыз. Ол мені көріп қалған. Ол да сол жарыста. Ол қайда тұрады? Білмеймін қайда тұрады. Волгоградтан көшіп келген, Алматыда қазір тұрады. Оған жазу керек. Біз группаға қосамыз оны. Сондай жағдай болған. Бәсе, бірақ әрине мен білемін, сізге көп адам жазатын. Себебі көп адам видеоның астында пікір қалдырды. Абдылхайыр бізге қатты ұнады, не деген жігіт, не деген адам, не деген жақсы адам. Қазақстанға көп қазақтар көшсін, барлық қазақтар көшсін деп жазды. Тек қазақстандықтар емес, маған Германиядан да жазды. Германиядан бір жігіт, Таусбек деген жігіт жазған. Сосын Гүлжан деген қыз жазған маған. Сол сенің Айвар екеуіміздің сұхбатын көріп, таңғалып қалдым дейді. Осындай патриоттар бар екен деп. Сондай да. Қазақтар қайда тұрса да сол сондай да патриот сезім бар, патриоттық сезімдері бар. Аллаға шүкір. Негізінде сіз курдтар туралы айттыңыз ғой? Мен көп естідім курдтар туралы, олар сол жерде тұратын білем. Әрине, әртүрлі адам бар олардың арасында, бірақ көп
жаман сөздер естідім мен құрттар туралы, именно сол жерде тұратын. Бірақ толығырақ айта аласыз ба, айтып бере аласыз ба именно құрттармен конфликт туралы? Иә, әрине, олар әр ұлттың жақсы адамдар да бар, жаман да адамдар бар. Мен барлық күрттер ондай жаман деп та мен айтпаймын, бірақ олар біздің жақта тұрған күрттермен конфликттер бола береді. Сол кезде олар өте көп болып қалды. Олар өте көп ауылдарын толтырып қалады да, сол күрттерден басқалары көшіп кетеді, олардан. Көшіп кетеді, тек қана олар тұрады. Олардың өзінің сондай заңымен жүреді ма, қалай айтсам болады, олардың өзінің менталитеті бар ма, бірақ олар сондай да. Олар сол местный адамдармен, местный болғанда, местный сол қазақ, орыс, солармен конфликттер бола береді. Бізде Ресейдің қазақтарын өзің білесің ғой, бізде ең бірінші бізде қазақтар көп, бірақ бізде ана тілімізден айырылып қалдық. Сосын салт дәстүрімізден айырылып отырмыз да. Біз сол мен ағаларыммен қазақтарды жиналатын едік. Қазақтармен сол фестиваль өткізетін едік. Садақ ату, қазақша күрес, домбыра, сондай нәрселер Еділ бойында әдемі жерде өткізетін едік. Сол қазақ бірігіп бастады. Сол бізге көп адамдар звондады, сол бізбен араласу бастады. Сол конфликт болғанда бірінші бізге звондаған. Сол осылай деп, сендер келмесеңіздер, ешкім бармайды деп. Сол біз бардық. Бір жерде кездесіп қалдық, 150 шамасында адамдар келді. Сонда қарасам, жан-жақтан адамдар келді. Сарытау облысы үлкен ғой. Жан-жақтан адамдар келген, әр түрлі пікірлермен келген. Біреулер айтады, қазір барамыз, өлтіреміз деп, жағып жібереміз деп та, сондай пікірлермен келген кейбіреулер. Басқалар айтады да, жоқ, барып сөйлесейік деп. Просто қарым-қатынас табайық деп та, сөйлесейік. Олар да мұсылман, біз де мұсылман деп. Басқалар айтады, қой қайтайық деп та. Әр түрлі пікірлермен келген ғой. Уже жетіп қалдық, 20-30 шақырым қалған сол олардың ауылына, күрттердің ауылына. Сондай әңгімелер бастады. Арасында намазхан жігіттер де болды, мас жігіттер де болды. Әр түрлі разный да келіп қалған. Сол қарасам, сол бас қосу керек та, біріктіру керек. Сонда мен оларға айттым, жігіттер, олай болмайды. Кеңесейік та, бірге сол бір шешімге келіп, бір шешімге келіп, бірге бір істі жасайық десем. Олар айтады да, жақсы давай. Сол біз кеңесіп, сондай шешімге келіп қалдық. Раз уж сондай келіп қалдық қой сол жерге. Уже қайтпайық ауылға, барайық, төбелесейік деп. Келсек, анда 7 ауданнан полиция келіп қалды. Сол полицияны төңкеріп жіберіп, күрттер бізге тас атты. Көп тастар жинап қойған ғой бұлай. Олар бізге тас атады. Жарақат алған балдар бар. Біреуге көзге тиген, біреудің құлағын кесіп тастаған. Мен көргенімді айтып отырмын да, басқалар білмеймін, мүмкін көп жарақат алған жігіттер болған шығар. Сол оларда тас біткеннен кейін уже рукопашный басталғанда, олар қашып кетті бізден. Қашат. Сол полиция бізді тоқтатады, біз олар артынан қуамыз. Олар қаша бастады. Қарасам олардың артынан 100-150 метр әйелдер, балдар тұр екен. Солардың артынан тұрып, бізді боқтап тұр. Бізге полиция, сол полицияның бір полковник маған келеді, сен мұнда, сен сол қолбасшысы ғой дейді деп маған айтады.
Мен айтамын, жоқ, мен жай ғана обычный сол сарбазбын десем, жоқ айтады, сен Қарапайым қазақпын. жоқ, жоқ, сол көрініп тұр ғой, сен қолбасшысың. Мен саған бір сондай да өтінішім бар, сол жігіттерді қайтар. Мен айтамын, қалай мен қайтарамын, мен ешкім емеспін осында. Ол айтады, жоқ, қайтар, анда әйел адамдар, балалар тұр қазір, біреуді өлтіріп тастайсыңдар деп. Сол мен айттым да, жігіттер қайтайық дедім. Жігіттер маған айтады, Абылқайыр аға, давай до конца басайық деп, уже қашып кетті ғой қазір, басайық уже. Мен айтамын, жоқ, анда балалары тұр, әйелдері тұр, керек емес. Олар уже қашып кетті ғой, көрініп тұр ғой, кім жеңді деп. Біз қайттық. А мен как раз ана полковник келгенде, оның мұнда камера бар еді. Сол камераға түсіп қалдым. Сол үшін менімен әңгімелескенде, как раз ол маған айтады да, сен мұнда главныйсың деп, осындай әңгімелерін айтып атқанда, мен оған айтамын да, жоқ, мен емеспін. Десем, сол камераға түсті, и мені бір жылдан соң тауып алған, как раз таңнан есікті біреу қағып жатыр, қатты қағып жатыр. Есікті ашсам, аннан айқайлап кіріп жатыр. Қарулармен мені алып кетеді. Сосын сот басталады, сол мені алып кетеді. Допрос, очная ставка, ана полициямен. Сосын мені, короче, так, организатор жасағысы келді. Бірақ мен оларға айттым, мен организатор емеспін, жай ғана обычный сол. Мені де шақырды. Иә, мені де шақырып қалған. Кім шақырды десе, мен айтамын, білмеймін да. Осылай деп. Сосын айтады да, сен кешірім сұрайсың деп. Қазір камераға сен кешірім сұрайсың. Мен айтамын, мен кешірім сұрамаймын. Өйткені мен өкінбеймін дедім да. Ол айтады, жоқ, сен кешірім сұрамасаң, мен қазір сені қалай СИЗОға апарамыз дейді. Мен айтамын, мен кешірім сұрамаймын. Сонда да ол айтады да, қазір видеоға түсіреміз. Мен айттым да, мен осындаймын, мен Абылқайырмын, осындай төбелеске мен қатысқанмын. Тек қана сол орысша айтқанда мен айттым да, прошу решать все конфликты, не прошу даже, а призываю всех решать конфликты мирным путем дедім. И ол айтады маған, енді сол күрдтерден, күрд халықтан мен кешірім сұраймын деп мен айттым, айтпаймын деді. Сонда ладно, жақсы деді. Мені түнде сағат 10-дарда ма жіберді. Мен шықтым, үйге бардым. Үйде мені анашым бар, әйелім 4 балам барып күтіп отыр. И сосын маған қағаз келіп қалады, айтады, осынша сот басталады. Сот басталды, 4 ай жүрді сол сот. Неше процесс уже ұмытып қалдым. И мені отырғысы келді, бірақ көп балалы болғасын, условный берді 2 жыл. Сол 2 жыл отырып, қиналдым, шыны керек, Қазақстанға барғым келді. Уже Ресейден әбден шаршап қалдым. Сол срок біткеннен кейін, сол тағы бір жағдайлар келіп қалды ғой Ресейге. И как раз сол балалар кетіп отыр, шекарадан өтіп отыр. Мен де сол кезде машинаға отырып, отбасымды отырғызып, Қазақстанға сол шекараны өтіп кеттім. Машинамды Оралда сатып жібердім, пойызға отырып, Алматыға келдім. Солай. Мен былай түсіндім, конфликт болғаннан кейін 1 жыл өтіп, олар сол кезде сізге келді, еге? Иә. Олар 1 жыл не істеді? Мені іздеді. Сіз іздеді. Иә. Сосын маған айтады да, следователь мені айтты, сен ойлайсың дейді, не үшін сені алып кетті? Осы төбелес үшін ба? Жоқ дейді. Сен Сарытаудың қазақтарының лидері деп сені сол бізге ұнамайды дейді. Сен қазақтарды біріктіресің, қазақтарға тіл мәселесін айтасың, тарихты айтасың деп, сол үшін, короче, сені демонстративный наказание деп жасағымыз келді деп. Олар өзі айтты. Иә. Ничего себе. Онша айтқанда. Шын айтсам, мен бұл барлығын білем, себебі мен Саратовта тұрдым. Саратовта
полиция қызметкерлері қазақтарға қатты қарайды. Вот, барлығын бақылап жүр. Сол себептен мен мүлде таңқалмаймын. Бірақ конфликт болған кезде мен Алматыда болдым. Сол күнде видео тарата бастады. Конфликт туралы. Мен қатты таңқалдым. Мен как Саратов қазақтарын білемін ғой, танимын. Бірақ осындай как конфликт болады деп ойламадым. Ой, біздің жігіттер, Сарытаудың жігіттері негізі батыр жігіттер ғой. Расымен да, сол шын айтам да, біздің Сарытаудың жігіттері нағыз батыр жүрек жігіттер. Олар тек қана ана тілін көбісі білмейді. Атак былай қарасаң, олар намысы да, жүректері де нағыз батырлардың жігіттері. Олар задний бермеді ғой. Аннан тас атқанда полиция сол ауаға атты ғой, автомат, пистолетпен. Біреуі де жатпады, біреуі де қайтпады, короче. Тек қана до конца жүрді ғой. Жігіттер нағыз сондай батырлар. Соларға вообще қалай айтсам, мен таңғалмадым да, мен наоборот мақтан тұтам да. Нағыз действительно бізде батырлар бар екен. Сол не үшін айтып отырмын да, мұндағы Қазақстанның қазақтары білмейтін шығар, естіменген шығар, бірақ солай да. Ана тілімізді білмесек те, Ресейде тұрсақ та, бірақ бізде мінезіміз сосын сондай да патриоттық сезімдеріміз бар. Сосын біз туралы ана соны айтқым келіп отыр да. Бір сондай блогер бар ғой, Қазақстанның блогері, Ерғали Капеев па, сол есімде жоқ қазір. Кенесары сарбаздары деген сондай каналы бар. Сол біз туралы жазып қойғанда, Сарытаудың қазақтары араққа тойып алып, күрттермен төбелесіп қалған деп. И мен соған жаздым комментарий, да? Ерғали аға, не айтып жатсыз деп, арамызда бір-екі адам болған, ішіп алған адамдар. Басқалары трезвый келген да, көбісі арасында еще намазхан жігіттер болған. Біз еще жамағатпен намаз оқыдық анда, сол төбелестің алдында. Не айтып тұрсыз деп десем, ол маған жауапты бермеді, ананы сол видеоны да өшірмеді. Сол өзін постын өшірмеді. Сосын мен туралы мені ұстап алғанда, Руслан Құрбанов деген сондай бар ғой, Ресейдің блогері. Ол мен туралы айтты да, саратовский националист извинился перед курдами деп. Соған да конкретно намысыма тиіп кетті ғой. Олар маған неше рет айтты, сен, короче, кешірім сұрайсың деп, да. Мен кешірім сұрамаймын. Просто скажу, да, призываю решать конфликты мирным путем, чтобы люди знали, да. Сондай менің жағдайыма түспесін деп, да. Солай айттым. Саратовский националист попросил прощения у курдов. Қатты ашуланып кеттім соған. Сіз Алматыға 1,5 жыл бұрын келдіңіз. 1,5 қалай өтті сізде? Қандай қиыншылық көрдіңіз мына жерде? Қиыншылық болғанда былай қиыншылық деп айтпаймын. Ол барлық жерлерде болатын нәрселер, да, болатын жағдайлар. Сол мектеп, мысалы да, балдарын 4 балаларымды мектепке жайғасу керек. Сол мектепке барсақ, біздің жоспарымыз сондай болды да, балдарымызды қазақ мектепке береміз деп. Сол балдарымды жақын жерде тұрған мектепке барсам, олар айтады да, сендер Ресейде, директор айтады да, сендер Ресейден келген қазақсыңдар, ана тілін білмейсіңдер, балдарың ана тілде сөйлемейді, алмаймыз деп айтты. Мен айтам, қалай алмайсыз? Біз тек қана ана тіл үшін көшіп келдік қой. Бізде Ресейде бізге не жетпейді да, бізде бәрі бар. Қазақтар жетіп жатыр, бізде қазақтар көп тұрады. Салт дәстүріміз сақтап қалды, дін жағынан бізде бәрі жақсы. Тек қана ана тілімізден айырылып қалғаннан үшін біз Қазақстанға көшіп келдік. 2019-да солай болды да. И қазірді дәл осы бірінші мәселе сол тіл ғой. Сол мен айтам да, тек сол тіл үшін көшіп келдік қой.
Ол айтады, жоқ, керек емес, сендерді қиналасыңдар, балаларыңызды қиналады, бізді қиналамыз деп. Мен айтам, жоқ, болмайды. Сендер сіз аласыздар. Ол айтады, қазір уже есімде жоқ та, ананы айтты, мынаны айтты да, сол алғысы келмейді директор. Сонда мен бастадым да, ұят емес па? Біз Ресейдің қазағымыз да, Ресейден қазір көбісі қазақстандықтар айтады да, Ресейдің қазақтары мәңгүрт, ана тілін білмейді, орыс болып кеткен деп, сондай әңгімелерін өздерін жүргізесіңдер ғой. Енді мен Ресейден көшіп келген қазақ 4 баламды алып келдім, сіздің мектепке берейін десем, сендер қарсы шығып жатсыздар. Ұят емес па десем да, кім осы жерде кім мәңгүрт десем, ол короче сол кезде ол жақсы сол ашуламаңыз деп да, аламыз, тек қана білім басқармасына барып келіңіз, сөйлесіңіз деп. Сол білім басқармасына бардым, олар мені қарсы алды, жақсы адамдар, олар ешқандай проблем болмады, мен заявление жаздым да, балдарымды мектепке апардым. Сол балдарымды мектепке апардым, үлкен балдарымды алған сол оларда ешқандай проблем болмады. Қызымды 4-ші сыныпқа бердім ғой, соның апайы ол сразу басынан да бастады. Қызыңыз ана тілін білмейді, мен қалай оны оқытам деп. Мен айтам, мен білмеймін, қалай сіз оқытасыз. Мен білмеймін, шыны керек, мен өзім білмеймін. Сіз мұғалімсіз ғой, мен білмеймін, мен өзім ана тілімді жақсы білсем, мен білмеймін. Әйелім өкінішке орай қазақ болса да, орыс ауылында өскен, ол ана тілін білмейді. Біз өзіміз басымыз қатып жатыр да, біз білмейміз, қалай үйретеміз. Сол үшін қазақ мектепке алып келдік десен, ладно деді да, алды қызымды. И сол көп сондай да әңгімелер бастады. Алып кетіндер, орыс мектепке беріңдер, білмейді екен. Сосын қызым айтады да, ол мені боқтайды дейді да, топас деп, сосын надан деп да, орыс мектепке кет деп, сондай ұрса береді. Мен барсам, жай солай да, сөйлесейін десем, маған да айқайлайды. Ол советский сол мұғалім, советский стандарт, ол ешкімді тыңдамайды, тек қана айқайла береді, айқайлайды. Маған да айқайлайды. Мен айтамын, маған айқайламыз. Оның жасы нешеде, шамамен? Жасы білмеймін нешеде екен, бірақ ол айтады да, сен қай жылғысың маған айтсам, мен айтамын 81. 81 бірінші менің классым. Мен сол мұғалім болып істегенде, мектепке келгенде, бірінші менің классымда 81-ші жылдағалар болған. Сенен үлкенірек? Үлкен, иә. Сол, сонымен 87-ші жылда бастады ол мұғалім болып істеуге. Сол айқайлайды, ешкімді тыңдамайды, қызымды ұрса береді да. Мен айтам, қызыма айттым да, қызым, сен шыда, енді ол өзіміздің сондай да, өзіміздің проблема ғой ол. Ана тілімізді білмегесін, ол мұғалімнің проблемасы емес, Қазақстанның проблемасы, өзіміздің проблемамыз. Енді өзіміз шешуіміз керек. Енді сен шыда, қазір 4-ші сол сыныпты бітіресің, 5-ші класстан бастап уже тек қана бір апа емес, уже неше түрлі болады. Мүмкін кішкене жеңіл болатын шығар деп. Солай бітірдік кеше. Қазір оның жасы неше? Қызымның ба? Құдай қаласа осы айда 11-ге толады. 11. Қазір кеше выпускной болды. 4-ші класстан выпускной болады ғой. Сол кеше выпускной болды. Бәріміз фу деп. Солай. Иә. Әрине, менің ойымша дұрыс шешіміңіз, себебі ол қазақ мектепті бітірсе, ол үш тіл білетін болады. Ағылшын, орыс, қазақ тілі білетін болады. Ал егер ол орыс мектепті бітірсе, ол бір ғана орыс тілі білетін болады. Себебі мен таныстарым көп, қазақ тілін бітірсе, көп тіл біледі. Орыс мектепті бітірсе,
бір ғана орыс тілін біледі олар. Маған шыны керек та, бар. Маған ана басқа тілдері міндет емес, шыны керек. Маған менің балдарым ана тілде сөйлесе, ертең менің болашақ немерелерім менің қазақша сөйлесе болды ғой, маған сол арманым жоқ. Тек қана осы ағылшын жақсы білсе, жақсы білмесе, ана тілде сөйлесе, сол маған жеткілікті, шыны керек. Сосын кеше ма, қашан менің інім Оралда тұрады. Ол да Сарытаудың жігіті, көшіп келді, отбасымен көшіп келді, Оралда тұрады. Кеше оның әйелі, менің келінім ғой, маған емес, менің әйеліме жазып жатыр да, біз балдарымызды репетиторге берейін деп жатырмыз. Сол репетитор голосовой жіберді. Сол голосовой келінім түсінбей отыр. Маған менің әйеліме жібереді да, қайнаған аударып жіберсін деп. Сол голосовой ашсам, репетитор, қазақ тілде сөйлейтін репетитор Оралда айтады да, сендер дейді, ол қате дейді, сендердің балдарыңыз орысша сөйлейтіндер, оларды сындырмаңдар, орыс мектепке беріңдер дейді. Репетитор. Мен соған қатты ашуланып кеттім да, біз қалай үйренеміз, ана тілде қалай сөйлейміз, репетиторлер, мұғалімдер, басқалар бәрі айтса да, сендер орыс тілдес, сендер вообще қазақ мектепке бармаңдар, кірмеңдер деп, бәрібір пайда болмайды деп, сондай әңгімелеріне мен қатты ашуланып кетем, шыны керек. Менде сол жағдай болды. Каспий жұмыс істеген кезде, Каспийде, мен Каспийде жұмыс істедім. И мен әріптесінен күнде мынаны қазақшасы қалай, мынаны қазақшасы қалай айтам деп сұрағанмын. И бір әріптесім қыз маған айтады, саған не үшін қазақ тілін керек? Ол өзі қазақ тілді қыз. И менен сұрайды, саған не үшін ол керек? Сен орыс тілін білесің ғой? Жеткілікті деп. Саған жеткілікті, саған қазақ тілін емес, саған ағылшын тілін үйрену керек. Маған дейді ол. Өзі қазақ тілді, өзі орыс тілінде акцентпен сөйлейді. И мен қатты таңғалдым сол кезде. Ол Алматыда туып өскен, қазақ тілді, орыс тілінде акцентпен сөйлейді. Маған не үшін қазақ тілін үйренесің сұрайды, менен. Мен қатты таңқалдым сол кезде. Әрине. Ол бізде, қалай айтсам болады, бізде, мысалы, Сарытау, Волгоградта біздің қазақтары ана тілде, көбісі, жастар көбісі сөйлемейді ғой, қазір білмейді. Бірақ сондай да патриоттар, қазақ үшін көп нәрсені істейді ғой, қазақ деп жүретіндер. Мындай кезде да, сондай адамдармен кездесесің, олар ана тілде әдемі сөйлейді ғой, таза ана тілде сөйлейді. Орыс тілін білмейтіндер бар. Сосын қарасам, одан сұрасам, ол айтады да, менің балдарым орыс мектепте. Соған мен таңғалам. Не үшін сен орыс мектепке бересің? Сен қазақсың ғой, Қазақстанда тұрасың. Не үшін сен орыс мектепке бересің сұрасам? Орысша білсе, ертең дамып кетеді деп, анау бизнес жүргізеді, ананы істейді, мынаны істейді, қазақша бизнес жоқ бізде. И соған мен, шыны керек, мен соны түсінбеймін. Олардың ең басты дәлелі қазақ тілінде білімі нашар, олар дейді. Былай айтады, қазақ тілінде берсем, білімі нашар болады. Олардың пікір сондай. Үлкен қате. Мен білмеймін, мен шын айтсам білмеймін, олардың ең басты дәлелі осындай. Себебі мен көп адамнан сұрадым, неге орыс мектепке бересіңдер? Былай айтады, былай жауап береді. Білмеймін. Мен Қазақстанда бір нәрсені байқадым. Қазақ тілдестер, олар қазақша біледі, орысша біледі, ағылшын біледі, кейбіреулер қытайша, корейше, сондай да. Ресейде тек қана орысша сөйлейтіндер ғой. Қазақ болсын, орыс болсын, басқалар болсын, көбісі
тек қана орыс тілді біледі. Әрине, ана Кавказда олар өз тілінде сөйлейді, орысша да сөйлейді. Татарстанда да өз тілінде де орысша да сөйлейді. Сол средняя полоса России тек қана орысша сөйлейді ғой. Ағылшын тілде сөйлейтін ресейлік адамдарды мен шыны керек, мен білмеймін. Қазақстанда менің таныстарым олар барлығы Москвада тұрады. 5 тілде сөйлейтін қазақтар мұнда көп, менің таныстарым менің. Алтында айттым ғой, Садық деген досым. Сол Садық арабша, қазақша, бірінші қазақша, әдебиет тілде сөйлейді. Орысша, сосын арабша, ол арабтарды алып келеді, туристерді алып келеді, Алматыны көрсетеді, Алматының тауларын көрсетеді. Арабша, сосын ағылшын, сосын түркше, и аз болса да қытайша сөйлейді. Осындай да бар. Менде көп достарым бар осындай. Мысалға, маған қазақ тілін үйренуге қатты көмектесетін досым, Мұрат деген досым бар, Екібастұздан. Ол негізде ол бала кезінде Өзбекстаннан көшіп келген Қазақстанға. Екібастұзда туып өскен, Екібастұзда өскен. Бірақ ол қазақша, орысша, ағылшынша, қытайша біледі. Сосын ол жапон тілін үйреніп жатыр. Сосын ол қазақ тілін төте жазуны біледі. Бұл, короче, мен соған қарасам, вообще қатты таңқалам. И мен әлі де қазақ тілін үйреніп жүрмін. Ал олар қазір уақытта басқа әлемнің тілдерін үйреніп жатыр. Бізде сол басқа әлеміміздің басқа тілдерін үйреніп жатыр. Бізде сол ғой, бізге Ресейден келген қазақтарға ең бірінші ана тілімізге үйрену керек. Маған да көбісі айтады да, ағылшын тіліне үйренбейсің ба деп сондай әңгімелерін жүргізеді. Мен айтамын да, мен қазір ана тіліне үйреніп қалсам, маған жеткілікті. Маған сол ең бірінші сол менің мақсатым осы. Мен үйренсем, сосын менің балдарым үйренсе, ертең сол Құдай қаласа келіндерін аламыз, сол немерелерім, мен болашақты ойлап отырмын ғой, менің немерелерім менімен қазақша сөйлесе, сол менің осы мақсатым, осы менің арманым. Тіл туралы айтатын болсақ, сіз өзіңіз айттыңыз ғой, өткенде, егер қазақ тілді адам ағылшын тілін үйренсе, ода мүлде акценті жоқ ағылшын тілінде. Ал егер орыс тілді адам ағылшын тілін үйренсе, ол акцентпен сөйлейді, бәрібір. Естіледі акцентін, да? Солай айтады, мен өзім ағылшын білмеймін ғой, бірақ мен көп естігем да, ақшта жүргенде сол адамдар айтады да, орыс тілдестер, олар ағылшын сөйлегенде олардың акценті бар, а қазақ тілдестер сөйлегенде олар акценті жоқ дейді да, қазақтың акценті жоқ. Солай мен көп естігем. Қазір бастадым, мен кітап оқып отырмын. Үйде тұрған бір кітап, Жанталас деген көшпенділердің бір бөлмесі. Қарасам тұр сол кітап. Былай жүрдім. Мен өте жақсы көрем кітапты оқуды, мен жақсы көрем. Тарихты жақсы көрем, оқимын. Бірақ соның барлығын оқимын орысша. Орысша оқысаң, көп нәрселерін түсінбей қаласың. Өйткені ол қазақ тілде көп сондайда смысл да, қазақ тілде смысл бар, сондайда орысша соны жеткізбейсің. Мен бастадым, сол кітапты алдым. Алдында 2-3 попытка болған, мен 3-4 парақ оқимын да, сосын шаршап қалам, тастаймын. Енді алдым, қарасам, 70% уже түсініп отырмын. И маған қызық болып қалды да, қазір оқып отырмын сол кітапты. Күшті екен. Сіз қазір уақытта интернетте танымал адам
сияқтысыз. Себебі сіз өлеңдеріңізді жазып жатсыз. Сосын бір адам мен естуімше сіздің өлеңдеріңізді интернетке шығарды. Сосын сізге көп адам жақсы пікір жазды, Иә. сіздің өлеңіңіз туралы. Менде қалай болды? Мен сол өлең қазір сондай да көп сол интернетте жүрген өлең. Мен оны 2012-де жаздым. 2012 жылда мен жаздым. Тек қана сол Сарытауда білесің ғой, мен Сарытауда көбісі таниды мені. Қазақтар жиналғанда, бір дастархан басында отырғанда, сол өлеңді мен Рухымызды көтерді. қазақтың рухын көтеріп, сол өлеңді айтатын едім. Интернетке мен сол салмадым да. Алматыға келгесін бір проектке қатысқан, город Кочевников бар ғой мында Еледе. Соған бардық, сол проектке қатыстық, и бізге еще ұлттық киімдерін киіп алдық. И сол кезде өзімнің рухы оянып қалды. Мен айтам, жігіттер, мен сендерге қазір өз өлеңімді айтып берейін. И олар айтады да, давай, короче. И мен сол өлеңді айтқанда, Абай деген сол жерлесіміз болғанда, Омбының қазағы, сол мені видеоға түсіріп алған, сосын тиктокқа салды. Сосын маған айтады, жазады маған, тиктокта вообще сондай басталды дейді да, адамдарға ұнайды сенің өлеңің. Қарасам, қанша просмотр да, қарасам, и просмотрлер, короче, өсе береді да, 200 мыңға дейін жетті. Сосын қарасам, басқа сол блогерлерде шықты, анда, мұнда. Сосын мен ойладым да, ладно, солай болса мен басқа өлеңдерімді интернетке салайын деп ойладым да, и салып қойдым, тағы үшеуін ба, екеуін ба салып қойдым сол интернетке. Енді пікірлерін оқысаң, көбісі 99% қолдайтын адамдар. Қолдайды. Орысша да, қазақша да маған жазады. Әбеке, өлеңің күшті, қазақтың рухын көтереді. Сосын айтады да, қазақ әдебиетінде сол болу керек осы. Ал Абеке, бастай берді. Не англичанин я и не француз, не русский я и не индус. И нет в моих словах ни капли неприязни, и никому я не испытывал боязни. Я тот, кем родила меня казашка-мать. Я тот, кем воспитал меня казак-отец. Я рос в степи, я пас овец, и потому не льстец и не гордец. И пусть в намазе я склоняюсь, и истинному Богу поклоняюсь. Не пакистанец я и не араб. Я мусульманин, я казак. Могу я жить и на Мальдивах, в Норвегии, в Исландии, на Филиппинах, и домом может стать Нагорный Карабах. Неважно где, казак, везде казак. Қазақша жазатындар былай жеткілікті ғой. Көп Қазақстанда қазақша өлең шығаратындар, кино шығаратындар бар. Орысша сол Ресейдің қазақтарына рухын көтеретін аз. Сол үшін мен орысша жазам десем, түсінетіндер де бар, түсінбейтіндер де бар. Айтады да, сен орыс болып кеткенсің деп. Мен оларға сол ашуланбаймын. Олардың пікірі ғой. Енді көрермендерге не айтасыз? Көрермендерге не айтуым керек? Сол қазақтар бірігуіміз керек, бірге жұмыс жасайық, рух оятайық, оянайық өзіміз оянайық. Ең бірінші өзіміз оянсақ, басқаларды оятамыз ғой. Ұйықтайтын адам басқа ұйықтайтын адамды ұятпайды ғой. Өзіміз оянайық, сосын ұйықтайтындарды оятайық. Сол бірігейік,
бір-бірімізді қолдайық. Бұлар елдің жігіттері бірін-бірі батыр дейді. Сол бір-бірімізді батыр деп, бір-бірімізді аға қарындас деп, сол елімізді дамытайық, көтерейік, абыройын көтерейік, бүкіл әлемге жариялайық да, біз қандай екенімізді көрсетейік. Біздің бауырларымыз жүр ғой, бүкіл әлемде да, жер бетінде қазақтар жақсы жағынан көрсетіп жатыр. Жақсы жағынан көрсету керек қой. Спорт болсын, өнер болсын, не болсын, любой нәрсені жақсы жағынан көрсетуіміз керек. Өйткені бізге қарап, ұлтымызды уже салыстырады да. Жақсы көрсетсең, олар айтады да, қазақтар жақсы екен. Сондай да, мықты деп да, білімді деп айтады да. Жаман жағынан көрсетсең да, олар айтады, қазақтар жаман халық екен. Арақ ішеді, төбелеседі деп да, сондай да, боқтайды. Жаман нәрсені айтады да, салыстырады қазақтармен. Сол үшін жақсы жағынан көрсетейік. Сол. Жақсы, Абылқайыр ағай, келгеніңізге рахмет. Шақырғанға рахмет. Иә. Ал енді көрермендерім, сіз менен жиі сұрадыңыз, Айбар, сен қашан қазақ тілінде түсіре бастайсың, қашан түсіре бастайсың? Міне енді сіздің арқаңызда, мен достарымның арқасында, Мұрат деген досым арқасында қазақ тілінде түсіре бастадым. Сіздерге көп рахмет. Лайк басыңыз, видеоның астында пікір қалдырыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз. Сау болыңыз.